Ал Токиодағы Дайго Фукурю Мару мұражайында ядролық қарусыз әлем мақсатын үндейтін көрме ашылды. Біріккен ұлттар ұйымы күнтізбесіндегі бұл дата тамыздың 29-ында аталып өтіледі. Бұл Семей ядролық полигоны жабылған күн. Жапония астанасындағы мемориалдық тақтаны Қазақстанның күншығыс еліндегі елшісі Ерлан Баударбек Қожатаев пен бейбітшілік қорының президенті Йошихико Ямамото ашты. Елші әлем 21 ғасыр манифесіне ерекше көңіл бөлді. Ашылу салтанатына қатысқан Жапония парламентінің, сыртқы істер министрлігінің, түрлі институттар мен Біріккен ұлттар ұйымының аймақтық бөлімдердің өкілдері Қазақстанның ядролық қарусыздануға қосқан айтулы үлесіне, сондай-ақ президент Назарбаевтың жаһандық қауіпсіздік пен ядросыз әлемді қалыптастырудағы рөліне аса жоғары баға берді. Көрмені ұйымдастыру үшін осы мұражайдың таңдалуы тегін емес. 1954 жылы шағын балықшылар кемесі Бикини аралында америкалықтардың Касл Браво сутегі бомбасын сынау алаңына тап болып, кеме экипажының барлық мүшелерін күйік шалған еді. Сол қасіретті естен шығармау мақсатында кеме Токио бұғазының айлағына мәңгіге тұрақтады. Ал 76 жылдан бері мұнда мұражайы жұмыс істеп тұр.